Биыл 2024 жылы энергияның өте қатты дамып келе жатқан жылы. Уақыт 24 сағат емес қазір. Ғалымдар дәлелдеді. Бұл 17 сағат деп дәлелденген болатын. Қазір одан да аз. Бұрын айтатын, балаңызға қайтады, балаңызға қайтпасын, немереңізге қайтады. Әйтеуір сенің алдыңнан шығады, ешкімге жамандық жасама деп үйретті бізді ата-анамыз, кезінде. Ал қазір мен айтар едім, балаңызға, немереңізге емес, тіпті 5-6 күнге жетпей-ақ қайтады. Неге? Бұл энергияның өте жылдам қозғалысының нәтижесінде болып жатыр. Көп адамдар бүгінде квант деңгейінде ұшқысы келеді. Неден бастау керек? Квантовый скачок деп отырғанымыз ол жалпы не нәрсе? Келесі бір деңгейге өтуді бұл әлемді 35 жылдан аса уақыт зерттеп келе жатыр. Кез келген сұрақты түйсігімнен сұраймын. Түнде ұйықтар кезде бір сұрақ қойып қоямын. Сұрақ қоямын да ұйықтап кетемін. Түйсік қосылатын момент ол түнде сіз ұйықтап бара жатқан моментте. Таңертеңгі уақытта оянатын момент бар. Осы кездерде адам барынша өзіне қажетті сұрақтарын қойып үлгеретін болса, ол түйсік сізге бәрібір сол сұрақтың жауабын береді. Бақытты болу үшін қалай 4 құбыламызды тең ұстауымыз керек? 4 құбылас деп нені айтамыз? Ең бірінші адамда денсаулық. Екінші қарым-қатынас. Үшіншісі рухани байлық дейміз. Төртіншісі естественно қаржылай байлық, ақша жалпы. Көп жұмыс істеген адамға келмейді, энергиясы жоғары адамға келеді. Қарапайым тілде бұны мен күш, қуат деп айтар едім. Уақыт жетпейді емес, адамға энергия жетпейді. Яғни күш, қуаты жетпейді. Ал біздің энергиямыз құлдыраған кезде біз қалай әлсіреуіміз мүмкін? Энергия төмендеген кезде адам ең алдымен депрессия, стресс деген дүниелерге ұрына бастайды. Кәсіпте тұрақты болу үшін, табыс табу үшін бізге басты қандай қағидалар керек? Байлық деген бұл табанды адамдарға келетін нәрсе. Өзіңіз қаншама лидерлерді дамытып, өсіргенсіз жалпы енді? Лидер болып туылмайды дейді. Лидер болып қалыптасады деген сөз бар. Брайан Трейсиді алатын болсақ, сол кісінің бір ғана кездесуінен кейін психологияны зерттей бастадым. Сол 20 жылдан аса уақыт. Құрметті көрермен, бүгінгі студия қонағы философ, ғалым, психология және де рухани даму саласы бойынша сертификатталған маман, JVC компаниясының лидері және де түйсік әлемі кітабының авторы Ендігүл Назарова ханым. Ендігүл апай, студияға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Қалай жеттіңіз? Рахмет, өте жақсы. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Сіз физика, философия, ғылымдары саласынан сіз рухани даму саласына қарай ауыстыңыз бүгінде. Сол жайында сабақтар беріп жүрсіз, бүгінде қоғамда танымалсыз. Жалпы сіз осы салаға ғылымнан қалай ауыстыңыз? Сол жайында бастасақ бірінші. Рахмет, өте орынды сұрақ. Жалпы менің осы психологияға және рухани даму саласына келуіме себепші болған ең алдымен әлемдік деңгейдегі мықты психологтар. Әлемдік деңгейдегі дегенде Брайан Трейсиді алатын болсақ, сол кісінің бір ғана кездесуінен кейін мен шын мәнінде шешім қабылдадым. Ол кезде мен қыздар педагогика университетінде жалпы кафедра меңгерушісі болып жұмыс жасайтынмын. Дегенмен менің жолдасым жүйелі бизнес жасаймын деп өзінің сот саласында істеп жүрген жұмысына отказ беріп, сонымен шешім қабылдады. Бас кезінде мен оны түсінген жоқпын. Брайан Трейсимен кездескен кезде мен психолог болуды армандай бастадым. 2000 жылдардың бас кезі, жалпы сол жылдарда мен өте үлкен шешім қабылдап, тіпті өзімнің істеп жүрген жұмысыма келіп арыз жазып, кетем деген шешім қабылдаған болатынмын. Ол кездегі ректорымыз Шәмші Көпбаевна ол кісі жібергісі келмеді. Сонымен мен параллельно жұмыс жасап жүріп, жүйелі бизнесті де үйрендім, психологияны зерттей бастадым. Сол 20 жылдан аса уақыт. Психология саласын зерттеуге бір өзіңіздің арнайы қызығушылығыңыз болды ғой, жалпы өмірімді өзгертсем деген, білім берсем деген, жалпы. Именно осы психология саласы бойынша мен жалпы кез келген адам өзінің өмірін өзгерте алатынына көзім жетті. Брайан Трейси сияқты әлемдік деңгейдегі психологтардың тұжырымдары маған қатты ұнады. Содан мен өзімнің физик екенімді ұмыта бастадым тіпті. Дегенмен параллельно кванттық әлемді зерттеп жүргендіктен, квант әлеміне деген қызығушылығым мені осы түйсік әлеміне алып келді. Квант әлемі деп айтып жатамыз, физика әлемі, мынау жаратылыс деп айтып жатамыз. Соның ішінде квант әлемі дегеніміз не, жалпы қарапайым тілмен түсіндіре кетсеңіз, көп адамдар түсінбеуі мүмкін, енді сол жайында айта кетсеңіз. Қазір көпшіліктің жалпы қызығушылық танытып жүрген тақырыбы деуге болады. Квантовый скачок деп орысша айтады, қазақша енді оның түсінігі
кішкене басқашалау квант деңгейінде ұшу дер едім мен мысалы. Осы квант әлемін зерттей бастағанда, жалпы квант деген дүниеден бастайтын болсақ, квант бұл ең кішкентай бөлшек деген сөз. Жалпы кез келген зат өте кішкентай бөлшектен тұратыны анық, иә. Ал енді квант әлемі деген кезде біз беймәлім кеңістік жайлы, жалпы тылсым құдірет, тылсым күш Аллахтан берілетін сондай бір тамаша кеңістіктің бар екенін, бос кеңістік деп жатады. Немесе бұны әлемдік деңгейдегі философтар, әлемдік деңгейдегі психологтар, жалпы бұны вселенная дейді орысша айтқанда. Енді қазақшалайтын болсақ, бұны квант әлемі деп айтуға тура келеді. Жалпы кез келген кісі, мысалы, квант әлемін зерттеймін десе, кез келген адам зерттей алатын. Бұл бір қиын, адам шошитын да тақырып емес, өте бір қызықты тақырып. Мен өзім физик болғаннан кейін, тем более жұмысты сол квант физикасынан бастағандықтан, мен өзім бұл әлемді 35 жылдан аса уақыт зерттеп келе жатырмын жалпы. Қызығушылығым күннен күнге артып келе жатыр деуге болады, себебі 22-ші жылы екі бірдей физик осы квант әлемінде болып жатқан керемет құбылыстар арқылы кез келген адам өз өміріне өзгеріс әкеле алатындығын, жалпы бір деңгейден екінші деңгейге өте алатындығын дәлелдеді. Міне содан бері қарай біз осы бір тақырыпта өте бір қызығушылықпен сондай бір тамаша зерттеулер жасап жүрміз деуге болады. Сіздің бет алысыңыз ол ғылыми тұрғыда кәдімгідей жүйеленген, мысалы шетелден де білім алып жүрсіз. Енді көп адамдар бүгінде квант деңгейінде ұшқысы келеді, яғни өмірлерін өзгерткісі келеді. Осы тұрғыда өмірлерін өзгертіп бастау үшін бір қарапайым ережелерді айта кетесіз бе? Неден бастау керек? Кез келген кісі мынау квант деңгейінде өмірін өзгертем десе, яғни осыған дейінгі белгілі бір деңгейде өмір сүреміз ғой қазір. Бұл деңгейге жеткізген кез келген кісіні, мысалы, адамның ойы, сөзі, мінез құлқы, күнделікті жасайтын үйренген әдеттері, әрекеттері жеткізді осы деңгейге, иә. Енді квантовый скачок деп отырғанымыз ол жалпы не нәрсе? Келесі бір деңгейге өтуді жалпы кез келген адам өзінің қазіргі деңгейінен молшылықта өмір сүргісі келсе, бақытты, бай, қуатты өмір сүргісі келсе, келесі деңгейге секіруіне мүмкіндігі бар. Ол деген сөз, кез келген адам өзінің ішкі әлеміне мән беру керек. Жалпы өзінің ішкі әлемі сыртқы әлеммен үйлескен кезде ғана ол адам кванттық деңгейде ұша алады деп айтсақ болады. Сондықтан да квантовый скачок деген нәрсені кез келген адам бастай алады, және сонымен бірге мен ойлаймын, тіпті соны бастау керек деп ойлаймын. Ол бір Аллахқа жақындау, Аллахқа деген бір сенімділікті арттыра түседі. Адам өзін жақсы көрген адам Аллахты да жақсы көреді. Не сол себепті Аллахты жақсы көргендіктен, Аллахқа сенгендіктен ол қорықпастан нар тәуекел деп қазақша айтқанда шешім қабылдаса болғаны адам өмірі өзгеріп бастайды. Ал көбісі мысалға әлеуметтік желіні алып қарасақ, дамып жатыр, өсіп жатыр, жаңағы орысша айтқан кезде квантовый скачок жасап жатыр да. Ал кейбір адамдар енді бірден жоғарғы деңгейге жеткісі келеді. Осы орайда бұның жаңада экологиялық бір жағы бар ма? Сіз мысалға қалай даму деңгейін сатылап бастасақ болады осы ретте? Жалпы адам, өзіңіз білесіз, өмірге келгеннен кейін ол адам өзінің өз ортасы дейміз ғой, отбасынан басталады барлық нәрсе. Отбасына дейінгі жағдайдың өзін мынау ұрық болып анасының мынау құрсағында дейміз ба, дами бастағанның өзінде ген арқылы бүкіл ата-бабасынан келе жатырған бүкіл мынау программалар дейміз ғой, бағдарлама дейміз ба, сол бағдарламамен бірге қаннан өтеді екен. Сонда қарасаңыз, адам өсе келе сол отбасындағы тәрбиенің соншалықты кереметтігі адам өзінің әке-шешесін уже қайталай бастайды, иә? Копировать ете бастайды дейміз орысша айтқанда. Жалпы мінез құлқы болсын, оған әсер ететін өте көп нелер бар әрине. Міне соның бәрін өзгертем десе, Аллах оған өзгертуге әрдайым таңдау берілген Аллахтан. Міне сол нәрсені дұрыс түсінетін болса, шын мәнінде поэтапно десек, оның біз қадам-қадаммен жасап қойған техникалар арқылы жүргізіп отыратын дүниелеріміз бар. Әрбір адам өзінің қанша жаста не жасағанына қарай өзіне бойына сіңдіріп алған программалар толығымен өзгертіп, толығымен тіпті жойып тастап, жаңа программаны енгізуіне болады. Ол әрине білім алуға, білім алу сатысына байланысты болады. Жаңа сіз айтып қалдыңыз, біз ата-анамызды қайталаймыз деп, мысалы ол бейсаналы тұрғыда қалай жүреді, мысалға, бұрын мамам солай істеуші еді деп айтамыз да,
біз соны қазір қайталап жүрміз. Қызық, сол мынандай бір генетика, ДНК деңгейінде жазылып қалатын болып тұр ғой, ол бағдарламалардың барлығы. Ескі біздің бойымызда берілетін жалпы программалардың барлығы осы гендік деңгейде дейміз ғой, мынау генетикалық тұрғыдан қарасаңыз, ДНК арқылы өтіп отыратыны белгілі. Бұл әрине түйсік арқылы бейсаналы түрде сізбен бізге қайталауға, былай хатим не хатим дейді ғой, орысша айтқанда, қайталағымыз келсе де, келмесе де автоматты түрде қайталанатын бағдарламалар бар. Адам шын мәнінде осыны мен жасайыншы деп ойламаса да, түйсік оған жасатып отырады. Сондықтан да ата-анамызды біз өте жақсы көруіміз керек, және сонымен бірге олардың жақсы әдеттерін қайталауға тырысуымыз керек екен. Өйткені бәрібір біз қайталайтынымыз анық қой. Мысалға, квантты ұшу деп айтып жатамыз. Енді осы ретте ислам дінінде бұл қалай, жалпы сіз осы дінмен байланыстырып зерттеп жүрсіз ғой енді осы саланы. Біздің асыл дінімізде бұл туралы не айтылады көбінесе? Білесіз бе, шындап келгенде мен өзімнің дінге келуіме, жалпы дін тұрғысында көп іздендім. Жалпы қарасаңыз, осы квантовый скачок жасау үшін де, түйсік әлеміне сүңгу үшін де, жалпы адам өзінің мынау бастағы жаратылысқа мән беруіміз керек екен. Аллах адамды соншалықты шексіз сүйіспеншілікпен жаратқандықтан, ең алдымен біз өзіміздің ішкі күйімізді, яғни түйсігімізді, былай қарағанда, өзіміз дұрыс қабылдауымыз керек екен. Түйсікпен дұрыс тілдесе білуіміз керек екен. Енді көп адам, қалай айтсам екен сіздерге, көп адамның Аллахқа деген сенімділігі күннен күнге жойылып бара жатқан сияқты. Адам кредитқа кіріп, бір белгілі бір қиналып қалған жағдайларда соншалықты мені Аллах жек көреді деп ойлап қалады. Кейбір жағдайда. Мен барша халыққа айтқым келетін бір нәрсе бар. Негізі бала күннен ата-ананың мүмкін көңіл бөлуі аз бола ма балаға деген. Мүмкін басқа кісілер жақсы көрмейді деп ойлай ма. Неше түрлі ойдан келіп туындайтын дүниені, жалпы махаббат дейміз ғой, махаббатты сырттан іздеп жатады. Шын мәнінде Аллах сізді соншалықты шексіз мейірімділікпен, шексіз махаббатпен жаратқанын ойлайтын болсаңыздар, жалпы беріліп отырған, Аллахтан беріліп отырған мынау ауаның өзі ең үлкен байлық екенін түсінетін болса әрбір адам, онда әрине бұл кез келген адамның бақытты да байқуатты болуына, молшылықта ғұмыр кешуіне өте керемет әсер еткен болар еді. Себебі Аллах сізді шексіз жақсы көретінін түсінуіңіз керексіз. Әрбір осы ауаны жұтқан сайын, тіпті су, кез келген ас іштіңіз бе, Аллахқа разылығыңызды айтып, шын мәнінде соншалықты шексіз сізді жақсы көретін үлкен мынау алып күш қуат сіздің ішіңізде тұрғандығын айтқым келеді. Себебі ата-ананың махаббаты, немесе басқа бір досыңыздың махаббаты, немесе балаңыздың, немесе анаңыздың махаббаты ондай керемет шексіз емес болған күнде де сізді Аллах шексіз жақсы көреді. Сондықтан да әрбір адамға аяқ пен қолды қалай берді, дәл солай түйсікті беріп отыр. Түйсіктің өзін көп адам түсінбей жатады. Мысалы, Аллахтан берілген ең бір керемет нығметтердің бірі деп айтар едім мен, мысалы. Сол түйсікті дұрыс қосу арқылы сіз әрине мынау дін бойынша айтамыз ба, ғылым бойынша, енді квантовый скачок дегенді дінде айтпайды әрине. Ол енді ғылыми тілдегі дүниелер, бірақ қарап отырсаңыз, күн фаякун дейді екен мысалы. Аллах бол десе болады екен любой нәрсе. То есть кез келген заттың орындалып кету мүмкіндігі бар. Жалпы дүниені екіге бөліп қарайтын болсақ, көрінетін әлем, көрінбейтін әлем деп жатамыз. Мысалы, көрінбейтін қаншама әлем бар, біз көрінбейтін білмейміз. қаншама біз білмейтін әлем бар. Міне сол көрінбейтін әлем арқылы бүкіл ғажайыптар іске асып жатады негізінде. Сондықтан да мен баршаға айтар едім, осы көрінбейтін әлемді зерттей бастасаңыздар екен деген мақсатпен. Екі бағыт болады адамда жалпы. Мен қашанда айтам осы нәрсені. Екі бағыттың біреуі Аллахқа жақындау десек, екіншісі шайтанға жақындатады адамды. Біз көп жағдайда логикамызды қосамыз. Әсіресе мен сияқты физиктер, математиктер логикаға қатты сүйенеміз. Мимен есептеп кетеміз. Көп жағдайда мен осы тұрғыдан кішкене қиналыңқырап, бас кезінде қатты қиналдым деуге болады. Себебі шын мәнінде бізге нақты есептеу керек, нақты логикаға сүйеніп үйренген адамға аяқ астынан Аллахқа сенім білдіріп, Аллахқа жақындап кету деген ол өте қиын болды. Жаратылысымыздың өзін зерттей бастаған кезде ғана мен Аллахтың соншалықты шексіз сүйіспеншілігімен, шексіз махаббатынан жаралғандығымды түсінген кезде менің өмірім мүлде басқа жаққа өзгере бастады. Осыны әрбір адамға айтқым келеді. Бүгіннен бастап өздеріңіздің шын мәнінде не нәрсеге қолыңыз жетіп
өтіп жатыр, жай ғана алдыңыздан шығып қалды, бір жегіңіз кеп келе жатсыз, мороженый ма, бірдеңе жегіңіз кеп келе жатыр, су ішкіңіз кеп келе жатыр, кездесті ма, ол да Аллахтың сізді жақсы көретіндігінің белгісі еді. Жақсы, кез келген бір керемет жақсы дүниені кездестіріп алдыңыз ба, ол да сізді Аллахтың шын бар мейірімімен жақсы көретіндігінің, шын махаббатының дәлелі дер едім. Бұлай айтқанда барлық нәрсе ризық несібе түгел Аллахтан берілетінін әрбір секунд сайын ұмытпаған дұрыс деп ойлаймын жалпы. Енді діни тұрғыда көп нәрсе айта алмаймын, себебі діни білімім жоқ, ашық мойындаған дұрыс. Дегенмен де мен қашанда ғылыммен дінді қатар алып жүруге тырыстым. Барлық нәрсе ғылым саласында әсіресе барлық нәрсе Құраннан алынғанын түсіндім. Жалпы көптеген ғылыми конференцияларды өткізген кезде студенттердің көпшілігіне мен осындай сұрақтарды қойып жүретінмін. Сонда бір кезде бір мықты студентіміздің осыны дәлелдеп берген керемет дүниесі бар етін. Сол кереметтердің барлығы менің осы дінге келуіме себепші болды шындап келгенде. Ғылыми тұрғыда қанша дүниелерді ашып жатады, оның бәрі Құранда баяғыдан жазылып қойған дүниелер. 14 ғасыр бұрын, жазылып қойған. 14 ғасыр бұрын, Керемет. Ендігүл ханым, сіздің жақында мынадай әдемі керемет кітабыңыз шықты. Түйсік әлемі деп аталатын. Сыртына суретін қарасақ, жалпы ми мен жүректің қатары, қосындысы. Енді жаңа түйсік туралы біраз ақпарат бере кеттіңіз. Енді жалпы түйсік әлеммен біз қалай байланысамыз? Жалпы ол қай жерімізде орналасқан біздің жаңағы түйсігіміз, оны қалай танимыз? Орысша айтқанда бұны үшінші көз деп жатады, ішкі дауыс дейді, интуиция дейді, әр түрлі түсінік бар. Қысқасы ғылыми тұрғыда қарасаңыз, мидың төменгі жағында орналасқан деп айтамыз, бірақ шын мәнінде әрбір клеткамызда дер едім мен. Әрбір адам өзінің түйсігін Аллахтан берілген үлкен нығметтің ең негізгісі деп қабылдайтын болса, барлық кез келген адам барлық сұрағына жауап алар еді. Түйсікке сұрақ қоюды үйренетін болса, түйсікке бұйымтай жасауды үйренетін болса, бұйрық беруді үйренетін болса, кез келген адам бақытты, бақуатты ғұмыр кешуіне толық құқылы. Себебі Аллах күнді қалай беріп тұр? Бүкіл адамзатқа жер бетіне беріп тұр, қарасаңыз. Күн жылуын мен Ендігүлге берейін, Әшемге бермей қояйын демейді ғой. Барлық адамға бірдей жылу беріледі, бірдей жарық беріледі. Дәл сол сияқты Аллахтан беріліп тұрған үлкен энергия көздері бар. Бұл таңғы шапағат деп жатамыз, таңғы нұр деп жатамыз. Міне сол берілетін кәдімгі үлкен Аллахтың ризық несібесі деп қабылдасақ, ауадан бастап жұтып атқан. Міне сол кезде адам түйсіктің не екенін ұғына бастайды. Мен мысалы кез келген сұрақты түйсігімнен сұраймын. Қалай істейсіз мысалы? Мысалы түнде ұйықтар кезде бір сұрақ қойып қоямын. Сұрақ қоямын да ұйықтап кетемін. Себебі түйсік қосылатын момент ол түнде сіз ұйықтап бара жатқан моментте. Альфа күйі деп жатамыз, бета күйі деп жатамыз енді ғылыми тұрғыда. Оны қазір кез келген адам түсіне алады деп ойлаймын. И таңертеңгі уақытта оянатын момент бар. Міне осы екі моментте түйсік өте жақсы жұмыс істейтін кез. Міне осы кездерде адам барынша өзіне қажетті сұрақтарын қойып үлгеретін болса, ол түйсік сізге бәрібір сол сұрақтың жауабын береді. Түс арқылы берсе де, басқадай белгі арқылы берсе де, түйсіктің жауабын анық білуге болады. Негізінде кез келген адам оны үйрене алады. Осы кітапты оқу арқылы біз барлық мынау этаптарын дейміз, детальдарын дейміз, ежіктеп жаздық осы жерде. Барынша мынау Мейіржан Меккенбай деген мықты ұстаз бар. Міне өзі жас болса да өте жақсы түйсікке шығуды қазір үйретіп жүрген, жалпы қазақ халқының жанашыры деуге болады. Бұл да дінмен байланыстыра отырып түйсікті өте жақсы зерттеп жүрген жастарымыздың бірі. Сондықтан да кез келген кісі осы кітап арқылы өзінің түйсігінен шыға алатын болады, байланысатын болады деген сенімдеміз. Сіз жаңа айтып қалдыңыз, көбінесе мысалы ғалымдар жаңағы логикаға жақын келеміз деп, жалпы ғылыми тұрғыда. Енді осы ретте жаңағы түйсік жауабы ол жүректен келе ма, жалпы іштен келе ма? Қалай мысалға біз сол нақты жауап екенін қалай біле аламыз? Сұрақ тамаша, себебі бір сұрақ қойсаңыз түйсікке бір қызығы, бір емес бірнеше жауап келеді. Мысалы мен жеке басым солай, бірінші миым жауап береді, сосын екінші жүрегім жауап береді. Оның ішінде немесе негативті ойда келуі мүмкін адамға. Бір қызығы түйсіктен негативті ой келе қоймайды. Басында мен үйрететін кісілердің көпшілігіне айтам, жай ғана басында ажыратамайды адам. Жауап логикадан кеп тұр ма, әлде түйсігіңнен кеп тұр ма, біле алмайды осыны. Сол кезде айтам мен, негативті ойлар ол логикадан келеді обычно.
мен қазір оны дәлелдеп беремін. Ал позитивті ойлардың барлығы түйсіктен келеді. Себебі түйсік сіздің жағдайыңызды ең жақсы түсінетін, жақсы білетін, сізге қажетті дүниені ең жақсы тани алатын, тез жауап бере алатын бұл құрылғы деуге болады. Сонда қарасаңыз, мен бүгін неше адаммен кездесем десем, мысалы, маған 3 деген цифр келеді. 3 деген цифр келді қазір. 3 деген цифр келді де, артынша 1 секундқа жетпей-ақ, 1-1,5 секундтың арасында цифрлар көптеп келіп жатады. 27, 100, бірдеңе, 1000 бірдеңе цифр көбейіп кетеді. Оның бәрі логикадан келіп жатқан цифрлар. Ал енді ең алғашқы келген цифр бұл түйсіктен келіп тұрды. Яғни сіздің жүрегіңіз, түйсігіңіз деп те айтуға болады. Себебі Құранда түйсік деп жазылмайды, жүрек деп жазылады. Бір кереметі. Ал енді қалай білеміз деген кезде, біз логиканың жауаптарынан 1-1,5 секундқа бұрын келетін жауапты ұстап үлгеруде әңгіме. Ал оны ұстап үлгеру үшін сізде тыныштық күйі деген күй болады адамда. Барынша мынау процесті демалу, тыныс алуға көңіл бөліп, барлық клетканы тыныштандырған кезде адам өте айқын, нақты жауапты толығымен ала алатын болады. Мысалы, медитация кезінде, немесе біз беріп жатамыз, психологтардың көпшілігі қолданатын дүние, айна жаттығу кезінде, қарапайым ғана айнаға қарап тұрып, өзіңізге қажетті дүниелерді айтып, энергияңызды көтеріп, көңіл күйіңізді көтеріп, сөйтіп отырып, сұрақ қойсаңыз, сұрақтың жауабы бірден келеді. Оны тез ажырата алуға болады. Кез келген кісі бір жақсы түсіну керек нәрсе, мұнда ми мен жүректің суреті жайдан жай беріліп тұрған жоқ. Мидан келетін дүниелер жалпы суық болады. Оны жақсы білесіздер. Суық сана деп айтады ғой. Оны былай айтқанда жылтады. Сондықтан да жүректен келетін, яғни түйсігіңіздің жауабын анықтау үшін де осы жердегі барлық жаттығуды орындайтын болсаңыздар тез үйреніп аласыздар. Жалпы кез келген адам үйрене алады. Қанша уақытта үйреніп алуыңызға болады, апай? Ол енді әркімде әртүрлі, себебі сіз қаншалықты өзіңізге мән бересіз, қаншалықты өзіңізбен жұмыс жасайсыз, қаншалықты өзіңізді, қаншалықты Аллахты жақсы көресіз, міне соған байланысты. Мен түйсікпен айналысу үшін Аллахты ең алдымен Аллахты жақсы көру керек екенін, яғни жаратушымызды жақсы көру керек екенімізді, дұрыс тану керек екенімізді түсіндім. Сондықтан ол әркімнің өзінің, қалай айтсам екен, өзіне қаншалықты көңіл бөлетіндігіне байланысты дер едім. Әрине, медитация деген дүние бар, бұл орайда айтпасқа болмайды. Медитация арқылы түйсікке тез шығуға болады. Медитация жасауды бірақ көпке дейін мен өзімде дұрыс түсіне алмадым. Мүмкін ғылымға қайшы келем, дінімізге қайшы келема деген түсінік болды. Сөйтіп көп деген мынау діни білімі жоғары кісілердің көпшілігімен ақылдасып көрдім. Тіпті мүфтидің өзіне барып, қаншама кеңестер алып, осындай керемет сұрақтарды берген кезімде барып мен түсіндім. Медитация деген ол былай айтқанда дінге қайшы емес екен. Соны білгеннен кейін барып мен медитацияға отыра бастадым. Ішкі жан дүниемізді тынышталдырамыз, сосын өзіміз сөйлесеміз. Тыныс алу деген мәселе бар бізде. Мынау Аллахтың беріп отырған ең бірінші негізгі байлығы осы бір ауа дер едім мен. Ауаны мен мысалы таңертең 4-те тұрам, есік алдына шыққан кезде, есікті ашқан кезде бірден ауа жұтасыз, кең ауаға өтесіз ғой. Міне сол кезде Аллах мені сүйеді деп бастаймын. Бірінші менің алдына шығатын күнделікті сөз Аллах мені сүйеді, менің жолым болғыш деген сияқты өзіңіз аффирмациялар дайындап алып айтып жүретін болсаңыздар, керемет. Сол ауаны кішкене бағалай білуіміз керек. Аллахтың беріп тұрған байлығын бағаламайды адамдар қазір. Қаншалықты керемет кез келген адам бай. Ол болмайтын өзінің мынау күнделікті күйбең тіршілікпен, қарыз кредитқа батып жатқанын, материалдық дүниемен, материалдық дүниемен, болмайтын нәрсемен жаңағы өзіне толтырмаған махаббатын толтырғысы келеді. Біреу көлік алу арқылы, біреу үй алу арқылы. Шын мәнінде ең үлкен махаббат Аллахтың махаббаты бұл жерде. Адамның бәріне ол нәрсе күннің сәулесі сияқты бірдей беріліп тұр. Міне осы орайда айтқым келетін дүние, осы нәрсені кез келген адам ұмытпаса екен. Баршаңыздан менің сұрайтыным, сізді шексіз Аллах бәрімізді бірдей сүйетіндігін, және сонымен бірге сізге де, басқа миллионерге де, барлық адамға бірдей молшылықтың сәулесін күнделікті тоқтаусыз секунд сайын беріп тұрғанын ойласаңыздар екен. Себебі Аллахтан беріліп тұрған нәрсені біз өзіміз ішімізде дұрыс емес айналдырып жатырмыз. Болмайтын нәрсені уайымдаймыз, болмайтын нәрсені қызғанамыз, өсектейміз. Адам қарапайым ғана магнит екенін ойлау керекпіз. Магнит, то есть сіз не ойлайсыз, соны тартасыз. Жаман нәрсені ойлайды, уайымдайды, ауруын ойлап кетеді, немесе жаңағыдай кредитін ойлап кетеді, баласын ойлап кетеді уайымдап. Ол уайымнан ештеңе шықпайды. Ешкім ештеме
жылытпайды. Былай айтқанда сіз кредитті қанша уайымдасаңыз да ол жабылмайды, ашығын айтқанда. Ал адамдар жабылатын кезде жабылады дейсіз. Иә, бәрібір ол бұйырған уақытында жабылады. Шындап келгенде оған бола уайымға салынып қажеті жоқ. Негативті тартып қажеті жоқ. Не ойлайсыз, соны сіз тартып отырасыздар. Мен осыны жиі айтып, жиі үйретіп отырамын. Адам өзінің ойы арқылы, сөзі арқылы творец дейді ғой, орысша айтқанда. Джо Диспензадан біраз білім алдым мен. Джон Кеха екеуінен Америкада тұрып келдік. Сонда Майами қаласында тұрдым мен 6 айдай. Сонда Джо Диспензаның айтатыны, әр қайсыңыз түсінуіңіз керек дейді. Ішіңізде үлкен алпауыт махаббаттың негізгі көзі ішіңізде тұр дейді. Оның айтып отқан дүниесі міне мен түйсіктер едім. Аллахтың беріп отқан ең үлкен нығметі сізбен бізге осы бір керемет махаббатты білмейді ғой, көп адам бағаламайды. Күнделікті айналасындағы байлықты, керемет дүниелерді бағалап, әрбір адам айналасына мән беретін болса, тіпті керемет әдемі нәрсені көрсе, Аллах сізді көрсін деп беріп тұр ғой оны. Күннің шығып келе жатқанын көріп жатсыз ба, сіз үшін күн шығып келе жатыр деген сияқты. Мысалы, ауа жетпей соңғы демін алып жатқан 1 секундта 3 адамнан өледі екен, примерно, әлем бойынша, жер бетінде. Енді қараңыз, дәл қазір осы сәтте біреу жанталасып, сол ауаны тағы да бір 10 минут берші деп мүмкін ары қарай ауаға соншалықты қажеттілік туындатып жатқан шығар. Міне ондай адамдар міндетті түрде бағалайды. Ал біз осыншалықты кең ауаны бағаламаймыз. Болмайтын нәрселерге уақытымызды жұмсаймыз. Осы орайда баршаңызға айтатыным, сіз түйсігіңізді риза ету үшін қашанда ең алдымен Аллахқа риза болуыңыз керек. Аллахты жақсы көруіңіз керек. Сол кезде сізге түйсігіңіз өте жақсы жұмыс істейтін болады. Яғни дамыту арқылы белгілі бір жетістіктерге жете аламыз, иә? Енді Гүл ханым, сіз өзіңіз әлеуметтік желіде көптеген қаржылай сауатты болуға, кәсіп жасауға адамдарды үйретіп келесіз. Жалпы сіз енді бұрында да сөз бар ғой, қазақта 4 құбылаң тең болсын деген. Сіз сол ұстанымды ұстанасыз. Жалпы осы не нәрсе біз бақытты болу үшін қалай 4 құбылаңымызды тең ұстауымыз керек? Сұрақ керемет. Менің ең жиі қолданатын сөзім, қазақ шын мәнінде 4 құбылаңды теңдей дамытатын керемет мүмкіндікті іздедім мен жалпы. Кез келген адамның 4 құбыласы деп нені айтамыз? Ең бірінші адамда денсаулық, тән дейміз ғой. Аллахтың соншалықты шексіз сізді жақсы көретінінің бір дәлелі сізге тән берілді. Тегіннен тегін берілген осы тәнді барынша біз Аллах разылығы үшін Аллахтың аманаты етіп сақтай білуіміз керек. Ең бірінші денсаулық. Сол үшін мен бірінші денсаулық саласын айтам. Екінші қарым-қатынас. То есть кез келген кісімен дұрыс тіл табыса білуіміз керек екен. Себебі ол да Аллахтың жаратқаны ғой. Сондықтан да ешқашан ешкім жайлы жаман ойлауға болмайды тіпті. Жамандық жасау былай тұрсын, тек жақсы ойда жүретін болсаңыз, тем более биылғы жылды карма жылы дейді. Не ойлайсыз? Неліктен карма жылы деп айтады? Биыл 2024 жылы энергияның өте қатты дамып келе жатқан жылы. Бұл энергияның даму сатысында жалпы энергия деген өте жылдам қазір. Байқасаңыздар, уақыт өте жылдам өтіп жатыр. Шын мәнінде бүгінгі күні мен мысалы 60-тан асып отырмын, ал өзімді 60 сезінбеймін. Неге? Уақыт 24 сағат емес қазір. Ғалымдар дәлелдеді, бұл 17 сағат деп дәлелденген болатын, қазір одан да аз. 24-ке жетпейді әрине. Күннен күнге біздің уақытымыз қысқарып бара жатыр да. Міне сондықтан да қазіргі кезде не ойлайсыз, алдыңызға бұрын айтатын, балаңызға қайтады, балаңызға қайтпасын, немереңізге қайтады. Әйтеуір сенің алдыңнан шығады, ешкімге жамандық жасама деп үйретті бізді ата-анамыз, иә, кезінде. Ал қазір мен айтар едім, балаңызға, немереңізге емес, тіпті 5-6 күнге жетпей ақ қайтады. Неге? Бұл энергияның өте жылдам қозғалысының нәтижесінде болып жатыр. Қарымын алады дейді ғой, қазақша айтқанда. Иә, қарымын алады дейді қазақша айтқанда. Жалпы мына әлемнің шын мәнінде ғылымның дамуы дейміз бе, бұның бәрі біздің өзіміздің жасап жатқан ғылымның жетістіктері бүгінгі күні адамзаттың өзіне қарсы қойылып жатқан көп деген кедергілерді туындатып отыр. Оны да айта кету керек. Әрине бұның кез келген нәрсенің қаншалықты жақсы жағы болса, соншалықты терісті жағы болып жатыр, зиянды жағы да тиіп жатыр. Оны да баршаңыз көріп отырсыздар. Дегенмен де қазір жақсылықты көбірек нұр етіп шашып, бір-бірімізге жақсылық, алғыс айту, комплимент айту, жылы сөз айту деген нәрсе, махаббат бір-бірімізге жетіспей жатыр. Сондықтан да осы жағынан мен баршаға айтқым келетін нәрсе, бір-бірлеріңіздің тек қана плюс жақтарыңызды дейміз ғой, жақсы жақтарыңызды көріп, теріс жақты көрмеуге тырысып, тек адамзат жайлы жақсы ойласаңыздар екен деген
ойым бар, жалпы тілегім бар демекші. Жаңа 4 құбыланы айтып жатып, 4 құбыланы ауысып кеттік қой. Денсаулық, қарым-қатынас, үшіншісі рухани байлық дейміз. Неге рухани байлық? Бұл білім. Білім керек адамға. Мынау рухани байлығымыз, яғни білімімізді біз көбейтпейінше, ненің не екенін дұрыс танымайынша, біз қаржылай бай бола алмаймыз. Төртіншісі, естественно, қаржылай байлық, иә. Қаржылай байлық дегенде адамдар ақша жетпейді деп жан таласып, жанығып жатады. Шындап келгенде ақша кімге келеді? Білесіз бе? Ақша жалпы көп жұмыс істеген адамға келмейді. Тоқтаусыз еңбек етіп жанталасқан адамға келмейді. Ақша тіпті көп оқыған адамға да келмейді. Ең қызығы. Қандай адамға келеді екен? Ақша келеді, энергиясы жоғары адамға келеді. Энергиялық деңгейде сіз энергияны көтеру үшін не істеуіміз керек? Ешқашан жаман нәрсе ойламау керексіз. Ең алдымен айтқым келетін дүние. Дұрыс тамақтануға тырысуымыз керекпіз. Барынша өзіміздің тәнімізге мән беру керекпіз. Дене жаттығуын жасау керекпіз. Ерте тұрып, сондай бір тамаша алғыс айтудан бастап айналған нұр шашуымыз керекпіз. Нұр шашу деген техника берем. Мен жалпы сабақты техника тұрғысында өтем. Мынау квант скачок деген жалпы квант про деп атадық біз сабақты. Мен өзім бірнеше рет өткіздім бұл сабақты. Жалпы сабаққа қатысқан адамдардың көпшілігі жақсы аяқ астынан болып кеткен жетістіктерге таң қалды. Бұл не нәрсе дейді? Квантовый скачок деген міне осы дейін да. Ойламаған жерден қажылыққа барып келді қаншама адамдар. Ойламаған жерден алған қарыздарын әкеп қайтарып беріп жатыр дейді. Бұның бәрі қалай жүзеге асып жатыр дейді. Ойламаған жерден ақша тауып кетті. Бұл қайдан келіп жатыр дейді. Бұның бәрі сіздің түйсігіңізбен дұрыс жұмыс жасай бастағаныңыздың, сіз түйсігіңізді қосуыңызға тікелей байланысты дүние. Дұрыс тілдесу керек. 4 құбыла жайында айттық. Енді жалпы сіз бұрын энергия деген мектеп аштыңыз. Энергияны осы қазақшалап, қазақ аудиториясына түсіндіре бастадыңыз. Жалпы жаңа бір шетінде айтып кеттік. Энергия дегеніміз не? Біз оны күнделікті өмірде қалай пайдаланамыз? Қалай жетістікке жете аламыз? Энергиямызды пайдалану арқылы. Энергия дегенді ең алдымен мен түсіндіргім келеді. Қазақша қарапайым тілде бұны мен күш, қуат деп айтар едім. Адамның көп айтады, бірдеңеге үлгермей жатса, менің уақытым жетпей жатыр деп қателесіп қалады. Уақыт жетпейді емес, уақыт адам бәріне бірдей беріледі. Миллиардер ма ол, миллионер ма ол, пенсионер ма ол, оқушы ма, бәріне бірдей 24 сағат. Неге біреу миллионер, біреу қарапайым ғана пенсионер, мысалы, айлығын жеткізе алмайды, пенсиясын жеткізе алмай қиналып жүреді. Бұның барлығы энергияның жетпегендігінен болады. Уақыт жетпейді емес, адамға энергия жетпейді. Яғни күш қуаты жетпейді. Адам өзіне көңіл бөлмей жатыр. Аллахтың соншалықты шексіз махаббатынан жаралған керемет бір саналы тұрғыда түйсігі бар, сондай бір Аллахтан беріліп отқан тамаша бір керемет нығметке ие жаратылыстың ең негізгі мүшесін 18 мың ғаламды басқарушы ретінде жаратқан ғой адамды Аллах. Міне осыны ұмытып кетеді. Шындап келгенде әрбір адам жеңімпаз болу керек. Туа біткенде миллиондаған молекуланың ішінде біреуіне ғана жан берілді, ол сіз, ол менсіз дегендей, сондай бір жеңімпаз болып туылғандығын ұмытып кетеді. Энергия деген нәрсені түсіну үшін әр адам өзінің шын мәнінде денсаулығынан бастап дұрыс мән беретін болса, дұрыс тамақтана бастаса, суын дұрыс ішіп, су балансын дұрыс сақтайтын болса, әрбір клеткаға керек тамақ, мысалы су. Біздің қазақ шайды көп ішеді. Сок ішеді, шай ішеді, мынандай тәтті сулар ішеді. Олардың ешқайсысы клеткаға тамақ болмайды. Энергияны көтеру үшін ең алдымен суды дұрыс ішу керек. Қарапайым ғана, иә? Қарапайым нәрсе. Қарапайым Құдайдың қара суы дейді ғой, қазақ. Қарапайым Құдайдың қара суын ішпейді ғой. Тәтті су ішеді, ол тәтті су тамақ есебінде кетіп қалады. Клеткаға бармайды ол. Ал клеткамыздың барлығын әлсіретіп, клетканың қарапайым тамағы суды бермеген екен, ол адамда энергия қайдан болсын. Міне энергия жетпеу деген осыдан басталады. Қарапайым дүниелер қарасаңыз, біреу әдемі киініп алып, энергиясын көтеріп жатады, иә? Жаңа болмаса да өзіне ыңғайлы ұнайтын киім. Немесе біреу билеп жүріп энергиясын көтереді, біреу ән айту арқылы көтереді, біреу бір керемет поэзия оқып энергиясын көтереді. Мен мысалы кітап оқыған сайын энергиям көтеріледі, мотивация аламын. Мен жеткен әлемдік деңгейдегі психологтарды зерттегенде, әлемдік деңгейдегі миллионерлер, миллиардерлер, осы қазақтың сол әлемдік деңгейдегі миллиардерден
қай жері кем деген сұрақ туындады менде. Жетістіктің жемісі деген кітап жазып шықтым мен осының алдында, дәл осындай үлкен кітап. Сол жетістіктің жемісінде бүкіл әлемдік деңгейдегі миллиардерлердің қалай жеткендігін, олар энергиясын қалай көтерді, олар түйсігін қалай қосты, соның бәрін зерттеген болатын. Қалай істейді екен мысалға олар? Қарапайым ғана барлық бай адамдар таңертең алдымен ерте тұрады екен. Бір таңғалатыным. Өздеріне арнайы уақыт бөледі екен, өздеріне көбірек көңіл бөледі екен, рухани дамуға көбірек көңіл бөледі. Мен сосын 40-тан аса мемлекеттерде болдым шетелдік. Сонда самолетқа кіргенде бизнес-класс болсын, жай отыратын кісілер болсын, байқасаңыз рухани тұрғыда дамығысы келетін адам кітап оқып отырады. Мен бірден түсінемін. Біреу телевизор көріп отырады. Енді 14 сағат ұшу, Америкаға бару оңай дүние емес әрине. 5 сағат ұшқанның өзінде адамдардың бірден ажырата қоясыз. Жай қарапайым адам мен миллионердің айырмашылығы, самолетта миллионерлер кітап оқып отырады. Өзінің рухани дамуына көңіл бөледі. 1 сағат уақытым бос болса, мен мысалы задержка болды осы жолын неден Майамидан ұшатын кезде 5 сағат. 5 сағат барып келуге бәрібір үлгермейміз енді. Ара қашықтығы үлкен. Одан кейін алып кітап оқи бастадым. Кішкене болса да менде өзімнің сөмкемде қашанда кітап жүреді. Кітапты бір рет оқып қоя салмаймын мен. Любой кезде қолыма аламын да бұрын оқыған нәрсені енді қайтадан бірінші рет оқып жатқан адам сияқты оқи бастаймын. Сонда түйсік өте жақсы қабылдайды. Сұрақ қойып аламын түйсігіме, қазір мен осы кітаптан не ала аламын деп. Мен кеше оқып қойғам, оны оқымаймын дейді ғой көп адам. Менде ондай дүние жоқ. Сосын менде мынау физик емес, мынау түйсікті зерттемейді деп қарамаймын, ешкімді өйтіп бөлмеймін. Түйсікті біреу оқытып жатыр ма, ол жас бала ма, ол білімі бар ма, жоқ па, ученый степені бар ма, жоқ па, ешқайсына қарамаймын. Он сабағын сатып аламын да кіріп оқимын. Одан үйренуге тырысам. Жас болса да, не болса да, ой, менің айтып жүрген дүниемнің мынау жарысында білмейді екен ғой деген ойды кіргізбеуге тырысам. Дегенмен қашанда шайтан жұмыс істеп отырады ғой Шәкең. Сөйтеді де адамды тиіп тастауға тырысады. А мен ондай кезде қашанда қай бағыттамын мен деп өзіме сұрақ қойып отырам. Шайтанға жақындап кетпейін, мен Аллахқа жақындауым керекпін деп. Аллахқа жақындайтын адам қашанда нартәуе кел деп, содан кейін қашанда өзінің дұрыс бағытта келе жатқандығына сенімді болу керек қой. Сондықтан да білгенін 9, білмегенін 99 деген сөзді жаттап алғам. Өзім біреуден білім алатын болсам, немесе кітап оқитын болсам, міндетті түрде осы сөзді айтамын. Білгенін 9, білмегенін 99 деймін да, 100-ші рет па, 1000-ші рет па, жаңа тақырыпты тағы да оқып шығам. Сөйтіп түйсік өзіне сіңіре бастайды. Ал біздің энергиямыз құлдыраған кезде біз қалай әлсіреуіміз мүмкін? Мысалы, оның зиянды жақтары қандай жалпы? Энергия төмендеуінің. Энергия төмендеген кезде адам ең алдымен депрессия, стресс деген дүниелерге ұрына бастайды. Денсаулығы құри бастайды. Энергия төмендеу деген нәрсе шындап келгенде ең жаман ауру дер едім мен. Себебі адам қазір мынау мидың өзі ауру ми деп айтатын болдым мен. Больной мозг дейді, Джо Диспензаның тілімен айтатын болсақ та. Немесе Джон Кеханың жалпы мына түйсік деген керемет дүние шындап келгенде. Мына түйсігіңізбен жұмыс істеген адам өзінің энергиясын төмендеткізбейді, себебі энергия төмендеген кезде адам түйсігіне шыға алмай қалады. Енді болады, жолдан шаршап келген кезде енді 30 сағатқа кетті. Мен бұл жол Майамидан Алматыға ұшып келгенім, задержкасы болды 5 сағат. Одан кейін Дохаға келіп, ол жерде бір 3,5 сағаттай күттік, 14 сағат ұшып келген кезімізде. Бері қарай 5 сағат ұштық па, примерно 30 сағатқа кетті. Сол 30 сағат ұшып келгенде енді көтере алмай қалды менің ағзам. Біраз күнге дейін өз-өзіме келе алмай жүрдім, энергиям төмен қарасам. Оны қалай білдім мен? Түйсікке шығып үйренген адам, түйсікке шығам, мен сұрақ қоям, даже тіпті жауапты дұрыс ала алмай қалдым. Қарапайым ғана энергияның төмендегенін бірден сезуге болады адам. Жоғарғы әлеммен байланыса алмай қаласыз. Иә, жоғарғы тылсым күшпен сіз ешқандай байланыса алмай қаласыз. Аллахтан алыстап кеткендей бір түрлі сезімде болдым. Сөйтіп ертерек есімді жинауға тырысып, ертерек әйтеуір өз-өзімізге келуге тырыстық. Тағы да кітабымды жазып жүрген кітабымды оқыдым. Өзімді өзім қайтадан жинап ала қойдым. Сөйтіп ұмтылған кезде ғана энергиямызды көтеруге, қашанда көңіл күйімізді көтеруге тырысатын болсақ, әрине бізде енді оның барлығы кітаптың ішінде жазылды. Барынша қалай көтеруге болады, жалпы қалай жұмыс жасауға болады, өзіңізбен өзіңіз рухани тұрғыда қалай дамуға болады, бұның бәрі үйретіп отырамыз біз Квант Про, Түйсік Про деген сабақтарымызда. Жаңа сіз ерте тұру жайында айтып қалдыңыз. Жалпы мысалы ерте тұрған кезде адамның энергиясы көтеріледі.
ақшасы табысты болуы мүмкін деп айтып жатамыз. Осы ретте ақшалы болуға қандай қатысы бар жалпы ерте тұрудың? Жалпы білесіз бе, бай адам мен кедей адамдарды салыстырып қарайтын болсаңыз, бай адамдар ерте тұратын адамдар. То есть бұл жайдан жай емес екен. Ерте тұрған адамның энергиясы, мынау источник дейді ғой, көзі, энергия көзі именно Аллахтан берілетін ризық несібе деп айтамыз бізде. Бізде таңғы несібе деген телеграм чатымыз бар. Сол чатта 3000-ға жуық адам отыр да. Таңертең біз 4 болмай, қазіргі кезде енді 4-те тұрып намаз оқитын кісілер намазын оқып өйтіп бүйтіп, 5-те уже далаға шығу керек. 5-ті күтпейді, тіпті 4:30-нан бастап шыға бастайды ғой халық. Жалпы білесіздер ме? Мынау ерте тұрған әйелдің бірісі артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық дейді қазақ. Жалпы өздеріңіз де білесіздер, ырыс, береке бұл ер азаматтарымыздың келетін дүниесі, ер азаматтар арқылы келеді. Сол сөзден де беп белгілі. Жалпы ризық несібесін таңғы күннің шапағаты шықпай тұрып, күннің сәулесі түспей тұрып, алып үлгерген адамдар бай болатыны анық. Сондықтан да қашанда жаңағыдай айырмашылықтарын айтып отырамыз. Бай адам кітап оқиды, телевизор қарамайды, бай адам ерте тұрады, өзіне жоспар құрып алып, күнін жоспармен жүргізеді. Яғни өзіне белгілі бір қанша тірлік бітіру керек, оны жазып қойып, сол жоспармен ғана жүреді екен. Бай адам өзіне өзі талап етеді. Шындап келгенде, сосын табанды болады. Байлық деген бұл табанды адамдарға келетін нәрсе. Байлық дегенде адамның көбі ақша қуып кетеді. Шын мәнінде ақшаны қуып керек жоқ. Ақша адамды қуу үшін жаратқан ғой Аллах. Адам ақшаны емес, ақша адамды қуу керек. Ол үшін не болу керек? Осыны қалай істеу керек? Адам өзін рухани тұрғыда дамытатын болса, өзіне мән беріп, өзіне көбірек жаңағыдай таңғы уақытта әсіресе. Мен таңғы 4 сағат, 5 сағатымды өзіме арнаймын. Лично өзімнің уақытым ол менің. Ешкім маған мешет етпейді. Сағат 4-тен бастап 9-ға дейінгі таңғы уақыт менің уақытым. Тіпті звондаған кісілерге де жауап бермеймін. WhatsApp-қа да қарамаймын. Одан кейін 9-дан кейін жауап бере бастаймын. Менің серіктестерім бәрі біледі, әріптестеріміз маған 9-дан кейін ғана звондайды. 5 сағат уақыт мен өзіме білем. Міне сол кезде мен жақсы түсіндім. Мынау бай адамдарға таңғы ризық несібе қалай келетінін, жалпы адамның рухани өспейінше энергиясы көтерілмейтіндігін, энергияны көтерген кезде мынау материалдық дүниенің энергиясына сіздің энергияңыз жететін болса, сіз міндетті түрде байысыз. Қарапайым ғана дүние, материалдық дүниенің, мысалы 100 миллион тұратын үйдің энергиясы мына деңгейде дейікші, сіздің энергияңыз мына деңгейде тұр дейік. Мысалы, самолет алғыңыз келсе, самолеттің энергиясы мына деңгейде тұр дейік. Жалпы материалдық дүниенің энергиясына сіздің энергияңыз қай кезде сәйкестенеді, міне сол кезде барып сізге ол дүние оп-оңай келетін болады. Қандай деңгейге көтерем дейсіз, ол тек қана сіздің қолыңызда. Жалпы адамның өз қолында ғой, бай болуда, жоқ әлде жылап еңіреп, сол проблеманы айтып, проблеманың магнитіне айналасыз ба, әлде жақсылықтың нұрын шашып, айналаңызға алғыс айтып, нұр шашу техникасын орындау арқылы жыл сөзіңізді айтып, сөйтіп жүретін болсаңыз, энергияңыз көтеріле береді. Энергия көтеру қиын емес, оны біз күнделікті жасап отырамыз, үйретіп отырамыз дегендей. Таңғы несібе деген чатқа келетін болсаңыздар, оны түсінесіздер. Кез келген кісі қатыса алады, тегін телеграм канал. Жалпы сіз табысты болу жайында, бай болу жайында жаңа айтып қалдыңыз. Жалпы енді қазіргі заман өте жақсы дамыған, онлайн түрде де табыс таба беруге болады. Осы ретте өзіңіз еңбек ететін GBC компаниясы жайында айтып кетсеңіз, жалпы ол компанияның берер мүмкіндіктері қандай, жалпы немен айналысасыздар? Grand Business Consulting деген GBC қысқаша айтқанда, жалпы бұл бізде ковид кезінде пайда болған компания. Ковид кезде қазақ қырылып жатты ғой. Бір қазақ емес, әлем бойынша өте өлім көбейіп кетті, білесіздер. Үйден шыға алмай қалдық. Міне сондай моментте онлайн түрінде ашылған компания. Басында әрине мына денсаулыққа қатысты дүниелер бойынша іске асқан болатын. Ең негізгі осы ковидтан қайтсек қазақты құтқаруға болады, қайтсек мына алып қала аламыз деген ниеттен туындағандықтан бұл халыққа арналған, біз тіпті әлеуметтік қаржыландыру орталығы деп те айтамыз бұны. Себебі бұл жерде адамға қажетті, денсаулыққа қажетті дүниенің бәрі бар. Мен бағана айтып өттім, жалпы адамның ағзасы ол Аллахтан берілген аманат деп қабылдаған адам осындай табиғи отандық өнімдерді өзінің денсаулығына қажетті дүниені дер кезінде алып отыратын болса, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейміз.
Міне сол себепті бізде ауруыңнан жазылып кетесің деп айта алмаймыз. Әрине аурудың алдын алып отыратын адамдарға бәрібір ол жердегі заттарды бәрібір біз басқа жақтан аламыз. Ешкім үйінде шампунь шығармайды, жуынып шайнайтын заттардың ешқайсысын үйде шығармаймыз, бәрібір басқа дүкеннен сатып аламыз. Осы жерден алатын адам біріншіден бұның сапасына көзі жетеді, екіншіден ол ақшалай жақтан өте тиімді. Себебі бұл жерде бар жоқ 7.000 теңгеге мысалы жуынып шайнайтын заттың 3-еуін алуға болады. Шампунь алуға болады, немесе тағы басқа мына ыдыс аяқ жуатын, немесе жаңағы шампунь деп қойған мынау қол жуатын дейміз бе, жидкое мыло дейді, сұйық сабын дейміз бе, сұйық сабын, газ тазалайтыны бар, немесе әйнек тазалайтыны бар, 3 затты 7.000 теңгеге аласыз да, біріншіден. Екіншіден 14.000 теңге болсын, 21.000 теңге, осы 3 түрлі бағада жүріп жатырған заттар бар. Ол жердегі өнімдер негізінде адам ағзасына пайдалы. Салмақты реттеуге, толғысы келетін адам тола алады, арықтағысы келетін адам арықтай алады. Жалпы кез келген өзінің, мысалы қазір өте көп тарап жатқан жировой гепатоз дейді орысша айтқанда. Бауырды май басу деген дүние бар. Соған қатысты гумисел өнімдері бар. Оны Әсем Кенжебек деген қазақтың қызы шығарып жатыр. Өте бір тамаша жер-ананың сүті деп айтамыз біз оны. Қарапайым жай тілмен айтқанда. Жалпы адамды мына топырақтан жаралған дейді. Топырақтан жаралғанын дәлелдеп берген өнім деп айтар едім мен. Себебі именно адамның ағзасына қаншалықты аминокислоты дейді, амин қышқылдары мен минерал керек. Міне сол қаншалықты керек амин қышқылдары мен минералдардың барлығы осы гумисел өнімінде тұр. Барлығы бар. Мысалы 36% екен. Әлемде жүріп жатқан 5-ақ мемлекетте шығады бұл гумисел деген. Бізде фульвовая кислота деген ішінде фульва қышқылдары бар. Ол 65%-ға дейін. Американың өзі қол жетпей отыр. Біз өткенде барғанда қанша ғалымдармен кездестік, сонда біздің именно гумиселді сұрайды олар. Әсем Кенжебек те Америкаға барды біз барған кезде. Ол кісі жоқ, мен өз қазағымды қамтамасыз етіп үлгерсем де жақсы деп Америкаға бермейміз деп жатырмыз. Бірақ әлемдік деңгейде сұранысқа ие. Сұранысқа ие болып отырған өте тамаша өнімдер бар. Содан кейін өзіміздің қарапайым осы жеріміз, өзіміздің мынау топырағымызда өзіміз жұтып отқан ауаны жұтқан, өзіміз ішіп жатқан суды ішіп жатқан шөптерден жасалған шайларымыз бар. Міне ол шайлардың енді тіпті адам ағзасына ең негізгі 12 ағзамызды тазалап беретін тамаша 12 түрлі шай бар бізде. Керемет, әрбір органды керемет тазалайды. Ішектен бастайды. Тіпті лимфа дейміз, лимфа деген қылта деп аударылады қазақшада. Қазір адам көбі жақсы біліп қалды. Паразит бар бүкіл ағзада. Осы паразиттердің бәрі сол лимфа органдарында, қолтықтың асты дейміз, буындарымыз дейміз ғой, жалпы осы буындарымызда орналасады екен. Мына іштегі құрттар, олар туалетке барады, естественно. Бізге керекті ең негізгі минералдар мен витаминдерді тамақ ішеді олар. Одан кейін соның жаңағы токсин шлак дейміз, соның жаңағы дәреті біздің ішімізге кетіп жатыр ғой бәрі. Міне соның токсин шлагының бәрін тазалап отыратын лимфаға арналған шайлар бар. Одан кейін ұйқы безіне арналған шайы бар. Осы 4 пачка шайды бірінші кейс деп атайды. Жалпы осы бірінші кейстің өзінде-ақ жап-жақсы адамның реңіне дейін өзгере бастайды. Адам жасара бастайды. 10-15 жылға жасарып кетеді бірден ішкен адамдар. Екінші кейс дейді, оғанда келесі 4 орган кіреді. Мынау өкпе, бүйрек, бауыр, өт жолдарын бәрін тазалайтын керемет шайлар. Одан кейін үшіншісінде мына аздыртатын, артық салмақтан құтылдыртатын, успокоительный сбор дейді, жаңағы ұйқысы онша дұрыс емес адамдарға жақсы көмектесетін, қаншама керемет витамин, минералдарды беретін керемет тамаша шайлар бар. Ол шайлармен бірге күміс су деген дүниелері бар. Жалпы өздеріңіз білесіздер, қазақта күмісті, алтынды жай әшейін сәндікке ғана тағып қоймаған. Оның денсаулыққа деген пайдалы жағы өте көп. Оның өзін 2 күн айтып беруге болады, әрине. Бірақ біз енді айта берсек өте көп. Енді бұл кішкентай ғана неде оның бәрін айтып жетпей қояйын, бірақ пайдасы өте күшті болып жатыр қазіргі кезде, үлкен сұранысқа ие. Адамдар денсаулығын дұрыстайды деп айтып қалдыңыз. Сонымен қатар бұл табысы болуға да жақсы әсерін тигізеді ғой. Сондай әлеуметтік жағын айтып кетсеңіз. Иә, әлеуметтік жақтан айтсақ, біріншіден кез келген кісі ешқандай кредит алмай-ақ, ешқандай үлкен қаржы жұмсамай-ақ 7.000 теңгемен бастайтын бизнес бұл бизнес. Кез келген адам 7.000 теңгемен ай сайын өзіне керегін алып отырса, сол 7.000
1000 теңгесінің 15% өзіне қайтып отырады кэшбэкпен, қалғаны 5950 теңге сонда адамнан шығатын. И то оған товар алдыңыз. Товар алу арқылы өзіңізге қажетті бір 4 адамды үйретіп алсаңыздар, біз қазір 4 адамды қосқан кісілердің барлығына Квант Про, Түйсік Про сабақтарын беріп жатырмыз. Тіпті өзіне 21 000 теңгеге өнім алған кез келген кісі осы Квант Про сабақтарын, Түйсік Про сабақтарын тегін ала алады қазір бізде. Енді ондай білім беріп жатқандығымыздың, оның не үшін барлығы бір ғана әлеуметтік жағдайды көтеруге арналып отыр. Негізінде әлеуметтік жағдай өздеріңізге белгілі қазір, иә? Ойбай, мен қарызбын, кредитпін деп жылап еңіреп отқан адамдарға айтқым келеді жалпы. Бір ғана сіз емессіз, кредитті бар. Кредит қазір 95% адамда кредит бар мысалы. Кез келген кісі мен бақытты болар едім, мен кредитім болмаса дейді. Сөйтіп қателесіп қалып жатады. Мен айтар едім, кредит елдің бәрінде кредит бар қазір. Тіпті бизнесте жүрген адамдардың көбі осындай сетевой бизнес жасаймын дейтін болса, кредит алып кіріп жатыр. Қаншама пирамидалар бар, қаншама инвестиционный проект дейді, ешқандай өнім де бермейді, тым да бермейді. Соны жақсылап түсіну керек. Онлайн түрінде жүйелі бизнес жасау қазір өте жақсы жүріп жатыр. Marketplace дейді да. Marketplace деген не ол? Жалпы біздің өнімдеріміз міне Marketplace арқылы жүргізіледі. Кез келген кісі бәрібір оны басқа жақтан алып отыр. Шындап келгенде бұл жерде сіз біріншіден команда құрасыз. Үлкен командаңыз қалай жылдам тарап кеткенде байқамай қаласыз. Білім құмар адамдардан жиналатын команда құрылады қазір, себебі біз білімді айтып жатырмыз. Басқалар миллион теңгеге 500 мыңға сатып жатқан білімдерді біз тегін беріп отырмыз, иә. Біріншіден, екіншіден, бұл жерде сіз нәтижелі, сапалы өнім аласыз. Үшіншіден, сіз бұл жерде ең қажетті өзіңізді өшіретін емес, өсіретін ортаны қалыптастырасыз. Рухани сізді дамытатын, қашанда сізге рухани тұрғыда білім беріліп отырғандықтан рухани ортаны қалыптастырасыздар. Сондықтан да 3 жақты ұтыс бар бұл жерде. Қарапайым 7000 теңгемен айына 489 миллионға дейін табыс табуға болады екен. Қазір бізде разбор дейді, күнделікті таңғы 7-те мынау Шымкент қаласындағы Айнагүл деген мықты лидеріміз бар, сол кісінің ұйымдастыруымен күнделікті разбор жасап жатыр. Міне қазір 2-ші күн болды ма, 3-ші күн болды ма? 3 күн болды, күнделікті түсіндіріп жатыр. Сонда мен шешім қабылдадым дейді, бірнеше бизнестерді зерттейді. Қарасам дейді, біздің компаниямыз 98,6% халыққа беріп отыр. Басқа компаниялар 0,01, 0,05% беретін болса, біздің компаниямыз 5%, 20% беретіні өте үлкен екен ғой. Әрбір неден деп, біз неге разбор жасамаймыз? Біз тіпті ол маркетинг айтып, адамдарға мен аштып, ондай жоқ. Онлайн бизнестің бір кереметі сол. Өздігінен система жай-жай жүріп жатыр. Себебі өнім өзіне өз жауап беретін өнім болғаннан кейін бұл жерде өте жақсы өзімен өз жүріп жатқан бизнес. Сондықтан әлеуметтік жағдайларыңызды көтерем десеңіздер, қарапайым ешқандай кредитсіз, ешқандай зиянсыз, денсаулыққа пайдалы, әрі экономикалық тұрғыдан да пайдалы қарапайым бизнес жасағыларыңыз келсе, GBC-ға келуге болады деп айтар едім. Кәсіпте тұрақты болу үшін, табыс табу үшін бізге басты қандай қағидалар керек? Енді жалпы сіз кәсіпте жүрсіз, 20 жылдан астам осы саланы зерттеп меңгеріп жүрсіз. Енді өзіңіздің түйсінген ойыңызды айтып кетсеңіз. Ең негізгі дүниелерін айтып өтейін. Жалпы кез келген кісі шын мәнінде жетістікке жету үшін, молшылықта ғұмыр кешем десе, ең алдымен адамға керек нәрсе бұл табандылық. Табандылық деген ең мықты нәрсе. Адам өзіне шын мәнінде қайтпайтындай, нартауы кел деп кірістіңіз бе, аяғына мен жеткізбей қоймаймын деп табандылықты талап етсеңіз өздеріңізден. Және екінші бір нәрсе белсенділік керек. Әрине, белсенділік деген нәрсені сеніммен тікелей байланыстырып отырамын. Мен қашанда өзіңіз сенімді тұрғыда Аллахқа қалай сенесіз, солай өзіңізге де сенетін болсаңыз, кез келген адам жетіп жатқан жетістікке мен де жете аламын деп кірісетін болсаңыздар, міне екінші нәрсе бұл белсенділік. Үшінші бұл нақтылық керек. Сіз қандай қадам жасадыңыз, қандай әрекет жасайсыз? Міне осы орайда сізге нақты жоспар құрып алу керек. Нақтылық деген нәрсе әрбір жасаған қадамыңыз сізге қаншалықты табыс әкеледі, осы нәрсеге мән беру керек деген сөз. Төртінші бір керемет дүние тұрақтылық. Тұрақсыздық деген нәрсе қазір осы қандай керемет мықты жүйелі бизнестердің бәрінің абыройын түсіріп тастады. Шындап келгенде тұрақсыз адамдар. Ақша керек деп ақша қуатын, ондай өзінің жаратылысына өзі қарсы келіп жатыр деп айтар едім мен. Ақша керек па? Кез келген бизнесте жұмыс біреу-ақ. Бизнесіңіз тастай салып жүгіріп келіңіз GBC-ға деп айтпаймын мен ешкімге. Себебі тұрақты болмайынша сізде табыс болмайды. Сондықтан да қай бизнесте жүрсіздер, тек тұрақты бола білсеңіздер ғана табысқа жете аласыздар. Себебі
тұрақтылық болмайынша сіз ақшаны қанша қусаңыз да жете алмайсыз. Ақша сізді қуу керек. Ол үшін сіз рухани тұрғыда білім алып, білімді сондай бір мықты, тұрақты, мына рухани керемет бай ортаны қалыптастыратын болсаңыз ғана өзіңіз байитын боласыздар. Қарапайым ғана заңдылықтар. Осы қарапайым заңдылықтарды ұстанатын адам өте жылдам бақытты, бақуатты ғұмыр кеше алады деп ойлаймын. Бізде лидерлер бар деп айтып қалдыңыз. Өзіңіз қаншама лидерлерді сіз дамытып, өсіргенсіз. Жалпы енді адам бойындағы осы лидерлікті кез келген салада әр адам өз саласының лидері бола алады. Мысалға, соны біз қалай қалыптастыра аламыз жалпы? Мынадай сөз бар, лидер болып туылмайды дейді. Лидер болып қалыптасады деген сөз бар. Кез келген кісі лидер боламын деген ниеті болатын болса, көп нәрсе ниетке байланысты ғой негізінде. Ниетіңіз лидер болу болатын болса, ондай дүниені сіз міндетті түрде іске асырасыз, лидер боласыз деген сөз. Лидер болу үшін алдымен адам білім құмар болу керек. Білім қуған адам міндетті түрде ол лидер болып қалыптаса алады. Себебі біз лидерліктің қаншама қадамдарын түгел ежіктеп үйретіп отырамыз. Қаншама қазір 58.700-ден асты бізде қазір GBC-дің тұтынушылары, соның ішінде қаншама лидерлерді дамытып шығардық. Енді санын дәл айта алмаймын, өте көп. Аллаға шүкір, лидерлер баршылық. Дегенмен осы қарапайым лидерлік қалай қалыптасады деген өте орынды сұрақ. Көп адам осы сұрақтың жауабын біле алмай жатады. Ең негізгі нәрсе, сіз лидер болу үшін ең алдымен тазалық керек. Ниет дұрыс болу керек. Ниетіңіз таза болған кезде сізге өзіңізбен ниеттес адамдар келе бастайды. Сізді лидер етіп қалыптастыра бастайды ортаның өзі. Тек білім қуатын болсаңыз, ақшаны емес тағы да айтайын, білімді қуатын болсаңыз, ақша сізді қуатын болады. Білім арқылы ғана сіз лидер болып қалыптаса аласыз. Айналып келгенде білімсіз ешқандай тұрақты табыс та жоқ, лидер болып қалыптасу да жоқ. Білімге қызықпайтын адамдарды көріп жүрмін, бізге келеді, тез жылдан бір ай, 2 айда лидер болады, сөйтеді де басқа компанияға ақша қуып кетіп қалады. Сөйтіп секіріп жүрген адамдар бүлдіріп жатыр, жалпы сетевойдың абыройын да бәрін төгіп жатыр. Сондықтан да менің айтарым, осы тұрақты түрде білім алуды қолға алсаңыздар, рухани тұрғыда қашанда байи алсаңыздар, қаржылай байлық сізге оп-оңай тез-ақ келетін болады. Енді кез келген кісі лидер болам десе, бола алады. Себебі оны үйрететін ең бір керемет осындай жүйелі бизнестердегі сабақтар, білім. Күнделікті білім алатын болса, адам лидер болып қалыптаса алады. Сіз әлеуметтік желіде осының барлығын айтасыз, үйретесіз жалпы, лидер болуды, бай болуды, қаржылай сауатты болуды. Жалпы енді өзіңіз жеке адамдар оқытасыз ба? Жалпы мысалы менторство деп айтып жатады қазіргі тілмен айтқан кезінде. Мен мынау Майамиге барған кезде шын айтқанда бос уақытым болды. Көп уақыт бос болды менде. Сосын мен Джон Кеха мен Джо Диспензаның сабағын алып алдым да, солардың сабағына қатысып, өзім дамыттым. Ары қарай біраз өсейін, дамиын. Қайтсем мен осы шетелге шыққан кезде адам қазақты ойлай бастайтыны, сағына бастайтыны белгілі. Еліме, жеріме бір пайдам тигізсем екен, енді мен осы 6 айда не үйрене алам, қандай нәрсені ерекше етіп осыларға бере аламын. Өзімнің еліме келген кезде белгілі бір деңгейде білімді көтеріп келейін деген ниетте болдым да. Сөйтіп сол кезде біраз нәрсеге көзім жетті. Көп дүниені үйрендім, және сонымен бірге осы Джо Диспензаның бір керемет сөздері маған қатты ұнады. Көп адам шын мәнінде кішкентай, азғантай болмайтын нәрселерге қуану арқылы, мысалы, қуанышыңды бөліссең көбейеді дейді. Иә, қазақта сөз бар. Сөз бар ғой, керемет айтылған. Қуана білсең құт қонар, бағалай білсең бақ қонар деген керемет сөз бар. Осы сөзді мен шындап келгенде бұрында да естіп жүрдік, бірақ көп мән бермеген екенмін. Кішкентай дүниелерге қуана білсеңіздер дейді, күнделікті кішкентай Аллахтан беріліп отқан ризық несібелерге қуана білсеңіздер, сіздер үлкен арман мақсаттарыңызға оп-оңай жетесіздер дейді. Міне осы тұрғыдан келгенде, шындап келгенде адам өзінің айналасындағы дүниені бағаламай жатыр. Соған қатты қиналдым. Айналамызды бағалайтын болсақ, әрбір кішкентай бөлшектерімізді мән беретін болсақ, бір керемет үлкен арман мақсатқа оп-оңай қолымыздың жететініне көзім жетті толығымен. Соны Квант Про деп, Түйсік Про деп біз курстар ұйымдастырып, мен онлайн түрінде оқыта бастадым көп жағдайда. Міне сол кезде бір жақсы көзім жеткен нәрсе, қалай менің сабағымды оқып жүрген, мен енді танымаймын ешқандай осы неден
Инстаграм арқылы келіп жатқан адамдар рилстар арқылы сөйтіп жүргізіп бастадым. Әлеуметтік енді қазір жүйе деген керемет жүйе ғой, әлеуметтік. Бұл жалпы мен ризамын. Дәл қазіргі кезден кез келген адамның бай бақуатты ғұмыр кешуіне тамаша мүмкіндік туылып отқан заман. Шындап келгенде квантты ұша алатын заман. Квант деңгейінде ұша алатын, кез келген адам квантовый скачокты жасай алатын заман. Себебі Инстаграм деген дүние бар, TikTok деген дүние бар. Міне осы нәрсе арқылы оп-оңай кез келген адам барлық білімді алам десе ала алады, өзін ұшырам десе ұшыра алады. Просто жалқау болмаса екен. Қазақ жалқау болмаса, қазақ қашанда өзін дамытса, рухани тұрғыда өссе деген ниетпен ғана мен осы сабақтарды қазір тегін беріп жатырмын, шындап келгенде. Жеке оқытасыз ба деп сұрайын. Жеке менторствоға жазылған адамдар болды, жеке консультацияма жазылған адамдар болды. Майамидағы бір 2 келіншек мені таң қалдырды, шындап келгенде. Алдымен осылай жеке консультацияңыз керек деп жазылды. Одан кейін келген кезде консультация ұнап қалды. Сөйтсем бір массажный кабинеті бар екен. Осыны мен қалай көбейте аламын табысымды деп келді. Сұрақ сол болды. Содан мен ол кісіге жолдарын айтып түсіндірген кезде мен сізге ертең 10 адам алып келейін. Сөйтіп сол 10 адамға сіз маған өткен консультацияны өткізсеңіз болды деді. Жарайды деп сол 10 адамына, 10 емес, ол 7 адамға келді. Сөйтіп бір аптаның ішінде ол сол 7 точкасын бірден ашып алды да, табысын 7 есе, 10 есе, бір айдан кейін 15 есеге көтерді. Дәл солай тағы да бір мына шаштараз болып жүрген қазақтың қызы бар екен. Ол келді, ол да 5 адамын әкеліп оқытты, өзіне берілген сабақ ұнап қалды да. Сөйтіп менторствоға жазылайық біз деп. Менторствоны мен қазір тоқтаттым. Алдында енді Майамида жүргенде өткізіп бастағанмын. Менторствоға көбірек уақытым кетеді екен. Одан гөрі мен қарапайым халыққа мынау кітап арқылы жеткізейін, сабақтар арқылы жеткізейін деп, осы көп уақытымды осы кітапқа салдым қазір. Енді қайтадан қолға алуға болады. Ол бір керемет дүние, әр адаммен жеке жұмыс істеудің өзі бір тамаша дүние, тек уақытыңыз болса жүргізуге болады. Енді болашақта ол нәрсені де қайтадан қолға алуға кірісемін деп айта аламын. Енді Гүл ханым, сіздің жалпы ғылым жолыңыз, психология, рухани даму, мысалға сіз қаншама адамдарға кәсіп үйретіп жүрсіз, үлкен лидерсіз. Енді өзіңіздің осындай өмірде миссиямды таптым деп ойлайсыз ба? Жалпы енді бұл жолда оңай болған жоқ қой сізге. Саты-сатысымен келдің жалпы, иә? Қоғам алдында, Алланың алдында адамның миссиясы жалпы қандай? Аллах адамзатты беруші етіп жаратқан. Тек адамзатты емес, менің ойымша, мынау табиғатты, жалпы жаратылысты беруші етіп қойғанға қарасаңыз, күн де өзінің жылуын, жарығын беріп жатыр. Жеміс ағаштары қарасаңыз, жемісін беріп жатыр. Өзеннің суын қарасаңыз, ол да өзі ішпейді, суын беріп жатыр. Қысқасы барлық нәрсе беруші. Жай гүлді алып қарасаңыз, гүл де өзінің әдемілігін, әдемі иісін, қош иісін беріп жатыр, иә. Беруші қарасаңыз. Әрбір адамның негізгі миссиясы берушілерден болу деп ойлаймын мен өзім. Негізінде менің арманым сол берушілерден бола алсам екен деп армандадым. Бірінші мамандығым физик болды, философиядан кандидаттық жұмыс қорғадық, одан политология саласынан докторский жаздық, одан кейін заң жағынан хабардар болуым керек деп юрфакты бітірдік. Одан кейін психоанализ институтына түстім. Миссияны табу оңай емес екен. Психология саласына келуім менің осындай бір 5 дипломды алып біткенше өзімді өзім таппай жүрдім. Миссияңыз толық тапқанға дейін адам оқи береді екен, іздене береді екен. Дегенмен бір нәрсеге енді ғана көзім жетті. Осы жалпы мынау психологияға келген кезде мен өзімді тапқанымды түсіне бастадым. Рухани тұрғыда мен өзімді өсіру арқылы елге үйренген дүниемді беріп отырсам, білімді беріп отырсам. Беруші деген сол ғой, енді беруші деген міндетті түрде ақшалай ғана беру емес. Не білесіз, не үйрендіңіз, не нәрсе бере аласыз, жалпы жылы сөз айтуда ол да беруші мысалы. Сондықтан жалпы адамзаттың Алланың алдындағы да жалпы миссиясы берушілерден болу шығар деп ойлаймын енді. Кім біледі, әркімде әртүрлі миссия бар. Мен әлемдік деңгейде ұстаз болғым келеді мысалы. Ол үшін қазір мен тіл үйреніп жүрмін. Енді тілді меңгеретін болсақ, әрине ол кезде әлемдік деңгейге де мүмкіндік болар деймін. Өткен жолда сізге айтып, осы кітап басқа тілдерге аударылу керек, оқу керек, жалпы басқа халықтар орыс тілі болсын, ағылшын тілі деп бұйыртса енді, иә, сол күнге аман-есен жетейік. Сізге осылай студияға келіп, ой пікіріңізбен бөліскеніңізге, жолыңызбен жалпы қаншама құнды кеңестер айтылды, иә. Мысалға көрген адамдарға бұл тегін сабақ деп есептеймін, оның өзін. Сондықтан сізге көп-көп рахмет. Сізге табыстар тілейміз.
жеңістер тілейміз. Алла қаласа өзіңіз айтқандай сізді әлемдік деңгейде көрейік. Осындай үлкен жаңағы ұстаз ретінде жалпы қаншама осы Қазақстанның территориясынан шығып бүкіл әлемге танымал болыңыз деп сізге айтқым келеді. Рахмет, үлкен Насим ханым, сізге де мені шақырып біраз уақыттан бері келіңіз деп сұхбат жасайық деп жүргеніңізге үлкен рахмет. Жалпы қазақ халқы дамыса екен, рухани тұрғыда өссе екен деген бір ғана сол жаңағы не дейді оны, қалауымыз, жан қалауымыз, арманымыз деуге болады. Осыдан туындаған дүние деп ойлаймын. Жалпы қазақ халқының барлығы берушілерден болса екен, айналасындағы кішкентай қуаныштарға қуанып, үлкен армандарын тезірек қолдарын жеткізсе екен деген тілектеміз. Ал мен сол күнге жетейік, Алла қаласа.